түрдей көшіріліп әкелгендігі қате. Ел-елден озық технологияны, озық үлгілерді алып тұратыны бәрімізге мәлім. Бірақ түгел сол күйінде біздің өмірімізге жарай ма, жарамай ма тексермей алып со бойы қотарып әкелу дұрыс емес. Кеңес кезінде де барлық оқулықтар Мәскеуден жазылып бекітіліп келетін, осында келіп аударылатын. Тек қазақ тілі мен әдебиетін және қазақ тарихын өзіміздің мамандар жазатын, бағдарламасын, стандартын да өзіміздің мамандар құрайтын. Алтынсарин атындағы педагогикалық академия, Шайсұлтан Шаяхметов атындағы республикалық әдістемелік тіл орталығы, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты бола тұра өзімізде қазақ тілі мен әдебиетінің бағдарламасын кеше ғана құрылған, базасы жоқ, бұл салада мамандары да жоқ, Назарбаев зияткерлік мектебінің жазуы мүлдем қате, дұрыс емес. Орта мектептің бағдарламасын жасауға әлі жоқ болса, әлеуеті жетпесе, онда бұл мекемелерді не үшін бағып отыр үкімет? Жалпы біздің білім жүйесінде стратегия бар деп айта алмаймын. Тек маневр. Тәуелсіздік алған алғашқы жылдары біз жаңа буын оқулықтары дегенмен оқыдық. Сондай ұран болды. Одан кейін 12 жылдық мектеп жүйесіне, білім жүйесіне көшеміз дедік те, оның оқулықтарын шығардық, оны пилоттық мектептерде сынадық та. Оны тастадық та, енді жаңартылған бағдарлама дегенді енгіздік. Міне қазір соның жемісін жеп отырмыз. Жалпы оқу үдерісі екі бөліктен тұрады. Нені оқыту және қалай оқыту. Нені оқытуды лингвистер шешу керек та, қалай оқытуды әдістемеші мамандар шешу керек. Ахмет Байтұрсынұлы былай дейді: су тоңса мұз болмақшы, хлор мен натрий қосылса тұз болмақшы. Бұлар табиғаттың законы. Осындай закон тілде де бар. Тілдің сатылық деңгейін, ондағы бірліктердің танылуын, берілу ретін тек тілші мамандар ғана біледі. Онда да тілдің жүйесін дұрыс тани білетіндері ғана біледі. Соларға ғана рұқсат беру керек бағдарлама жасауға. Енді қарайық, жаңартылған бағдарламадағы грамматиканың берілу сиқын. Тараудың атауы, лексикалық тақырыбы Қазақстанның бейнесі, Қазақстанның өткені мен келешегі. Дұрыс. Мәтін алғашқы болып тұру керек. Ал грамматикасы шешендік сөздер, грамматикалық материал деген жерінде диспут, ғылыми стильдің тілдік ерекшеліктері деген тақырып тұр. Ал әдеби тіл нормалары деген жерде мәтін үзінділері деңгейіндегі тыныс белгілер, бұл бір тараудағы шамамен 10 шақты сабақтың грамматикасы. Жалпы жоғарғы сыныптың бағдарламасында жүйе болмаушы ме еді? Білім деген жүйемен берілмеуші ме еді? Бұл не сонда? Осыны жазған кім? Осы грамматиканы осылай жіктеп берген кім десең, біреуі шықпайды ғой. Барлығы тығылып жатып алған. Мен емес, мен емес, мен емес. Сонда өз ісіне жауап бере алмайтын адамдарға бағдарламаны кім жасатқан, неге жасатқан? Бұл жаулық. Бұрын қалай оқитын едік? Бұрын жайдан күрделіге қарай грамматиканы деңгейлеп оқитын едік қой. Міне былай. Бастауышта фонетика, лексика, грамматика бойынша жалпылай түсінік аламыз. 5 сыныпта лексика, фонетиканы оқимыз. 6 сыныпта сөз таптарын оқимыз. 7 сыныпта оның түрлерін оқимыз. 8-де сөйлемді оқимыз.
9-да пунктуацияны оқимыз, 10-да тіл мәдениетін оқимыз, 11-де шешендік өнерді оқимыз. Мұнда дәстүрлі грамматика тұрғысынан алғанда жүйе бар, әрине. Фонетика, грамматика, морфология, синтаксис деген сияқты. Бірақ тіл мәдениетін тек 9-шы сыныпта оқуымыз керек па? Ол 1-ші сыныптан бастап жүру керек емес па? Балаға сәлемдесуді, сөйлеу этикасын, ұлттық этиканы бәрін 1-ші сыныптан бастап үйретуіміз керек емес пе? Сонда біз ескі жүйеге қайтып келуіміз керек па? Жоқ, мынау жаңартылған бағдарламаның кейбір жері дұрыс па? Бірақ грамматикасы жаңағындай болып тұр. Бұны қайсысын алуымыз керек? Әлі нақтылана түсетін, анықтала түсетін жері өте көп. Бұл туралы келесі сабақта айтамыз.